Уақыт өтеді, жеріміз өліп бара жатыр. Бірақ бұл тек қорқынышты сөздер емес, бұл шындық. Қазақстан табиғаты әсем, биік таулар, көгілдір көлдер, кең далалар. Бірақ осы сұлулықтың астында үлкен қауіп жатыр. Өкінішке орай, біздің табиғатымыз ластанып жатыр. Ауамыз лас, ормандар азаюда, өзендеріміз тартылып жатыр. Кейбір жерлерде қоқыс тауларға айналған. Табиғатты қорғау енді таңдау емес, ол міндет. Экология бұл тірі ағзалар мен олардың ортасының арасындағы байланыс, яғни адам мен табиғат. Біз бір-бірімізге тәуелдіміз. Егер табиғатқа зиян келтірсек, ол бізге де әсер етеді. Денсаулығымыз, болашағымыз, өміріміз барлығы табиғатқа байланысты. Қазақстанда экологиялық мәселелер көп. Арал теңізі тартылып кетті. Теміртау мен Өскемен қалаларында ауа қатты ластанған. Пластик қоқыс бүкіл елге таралған. Ормандар отқа оранып жатыр. 2023 жылғы мәлімет бойынша еліміздегі орман көлемі соңғы 10 жылда 5%-ға азайған. Сонымен қатар, су ресурстарының жетіспеушілігі де үлкен мәселе болып тұр. Бұл жаһандық жылыну, өндіріс, адам немқұрайлығы салдарынан туындаған. Біз не істей аламыз? Қоқысты сыйыртап үйрену, пластикті аз қолдану, ағаш отырғызу, экологиялық акцияларға қатысу, табиғатқа жауапкершілікпен қарау. Әрбір кішкентай әрекет үлкен өзгеріске бастайды. Егер әрқайсымыз үлес қоссақ, нәтиже болады. Біз бұл мәселені тоқтатпасақ, ол бізді тоқтатады. Қазақстан дамып келе жатқан ел. Экология тек біздің емес, бүкіл әлемнің мәселесі. Бірақ егер біз алғашқы қадамды жасасақ, өзгелер бізге қарап ілеседі. Табиғатты сақтау, ол болашақты сақтау. Біз бүгіннен бастауымыз керек. Ертең кеш болуы мүмкін.